Қайырлы күн баршаңызға. Қазіргі жастардың мүмкіндігі өте мол, ұшан теңіз деп айтуға болады. Ғаламтор бар, телефон бар, мемлекеттің жастарға деген қолдауы бар, керемет бағдарламалар болып жатыр. Қазір жастар бақытты деп айтуға болады. Біздің әке-шешемізде енді ондай мүмкіндік болған жоқ қой, интернет болған жоқ мысалы. Біздің өзімізде интернет желісі болған жоқ, телефон болған жоқ мысалы. Кейіннен уже келе бастады. Сондықтан қазір жастарда барлығы бар, білім алам деген ғылымға да, өнерге де, спортқа да, әлемдік деңгейдегі жобаларға да қатысуға барлық мүмкіндік бар. Бірақ балаларда, жастарда мүмкіндік көп болған сайын, олар бағытын жоғалтып алу қаупі бар. Мүмкіндік көп, бірақ қайсын таңдарын білмей қалатын кезде де болады жастарда. Қазіргі таңда жастардың ең басты қателігі ол уақыттарын бостан босқа өткізу. Қазір өздеріңіз білесіздер, уақыт деген қазіргі таңда ең қымбат валюта болып есептеледі. Ең қымбат валюта уақыт, ең қымбат валюта энергия. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Уақыттарыңызды босқа өткізбеңіздер. Қазіргі жастарда қалай? Әртүрлі жаңағындай айтады ғой, соблазн дейді. Өте көп жаңағы ерсі әрекеттер, вредный привычки деп жатамыз, сондайларға еріп кетпеу керек. Қазіргі таңда уақыт өте тығыз, уақыт өте тез жүріп жатыр. Қазір таң атса кеш батады, апта басалса уже апта аяқталып жатады. Сондықтан уақыттарыңызды босқа өткізбей, үнемді пайдаланыңыздар, ағылшын тілін оқыңыздар, өздеріңізде жаңа дағды қалыптастырыңыздар, жаңа қабілеттер алыңыздар, курстар оқыңыздар, пайдалы подкасттар тыңдаңыздар. Қазір барлығы толып тұр. Көптеген үйірмелер бар. Мысалы, домбыра, гитара деген сияқты, шахмат деген сияқты, математика деген сияқты әртүрлі үйірмелер бар. Инженерлік үйірмелер. Соны сіздер қазір тегін беріп тұрған мүмкіндіктерді пайдаланып, соған дағдыларды қалыптастырып алсаңыздар, немесе әртүрлі курстар беріп жатады сіздерге. Соны курстарды алып алсаңыздар, тегін беріп тұрған кезде, уақыттарыңыз мол кезде, сол кезде алып алсаңыздар, ертең сол нәрселерді сіздер ақшаға сатып алатын боласыздар. Және сол жаңағы заттарға, оқуға, баруға уақыттарыңыз да болмайды. Сіздер ертең университет бітіргеннен кейін жұмысқа кіріп кетесіздер. Жұмысқа кіргеннен кейін қалай? Сағат 9-дан 6-ға дейін сіздер жұмыста боласыздар. Одан кейін өздеріңіз жұмыстарыңызбен жүресіздер. Бос уақыттарыңыз мүлде қалмай қалады. Сіздердің жаңағы басқа дағды қалыптастыруға, жаңағы ағылшын тілін оқуға, оған өздеріңіздің уақыттарыңызды арнайсыздар. Жеке уақыт арнайсыздар, жеке ақша шығындайсыздар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан дәл қазіргі сіздердің мол уақыттарыңызда барынша көп дағды қалыптастырып алыңыздар. Кружоктарға барыңыздар, тілдер үйреніңіздер. Сіздерге мысалы журналистика саласы ұнаса, немесе спорт саласы, мәдениет саласы ұнаса, сіздер қазірден бастап сол саланы іздену керексіздер. Мысалы, журналистика саласы ұнаса, сіздер сол журналистердің жұмысын, қанша жаңағы айлық алады, жұмыстары қаншалықты қиын, немесе жұмыстары қаншалықты жеңіл, қаншалықты менің жан дүниеме келеді деген сияқты. Сіз өздеріңізге соны зерттеп, соны өзіңізге жан дүниеңізге салып, мен осы журналист болсам қалай болады деген сияқты. Сосын сол адамдармен мейлінше араласу керек, танысу керек. Мысалы, журналистермен, мысалы, сол кісілердің подкасттарын көріп деген сияқты. Сіздерге сол мейлінше көп ақпарат керек. Айтады ғой, ақпаратты білген адам бүкіл әлемді жаулайды деген сияқты. Сіздерге мейлінше көп ақпарат керек. Неге? Өйткені ол сіздер қазір оны көп ақпарат білмесеңіздер, зерттемесеңіздер, сіздер ертең сол жұмысқа барған кезде сіздерге өте қиын болуы мүмкін. Және де сіздің жан дүниеңізге ол сай келмеуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Сондықтан сіз қазірден бастап зерттеу керексіз. Қалай келе ма, келмей ма сіздің жан дүниеңізге. Кейбір кезде адамдар қазір көп адамдардың дипломымен, оқыған дипломымен істеп жатқан жұмысы бір-біріне сай емес. Неге? Өйткені оның жан дүниесі басқа нәрсені қалайды. Сондықтан сіздер қазірден бастап жан дүниеме келе ма,
ол менің жаңағы қарымыма, біліміме сай келе ма деген сияқты соның бәрін зерттеу керек. Және де ол жұмысқа тұрғаннан кейін оның ақшасы сіздерге жаңағындай сіздердің тұрмыстарыңызға келмеуі де мүмкін. Сондықтан қазірден бастап соны зерттеп алу керек сіздерге. Мынау ғаламтор заманында барлығы жаңағы әлеуметтік желіде сондай болып бара жатыр ғой, тенденция. Бірақ қазір жастар, кітап оқитын жастар бар, жоқ деп айтуға болмайды. Қазір жастар өте алғыр, білімді, әрбір нәрсені тез қағып алатын, тез үйреніп алатын, қабілеттері тез қалыптастыра алатын, тез ортаға бейімделе алатын жастар қазір өсіп келе жатыр. Жастар қазір өте мықты. Сол жастарға мен кітаптарды оқыңыздар деп айтамын. Саморазвитие дейді ғой, өзін-өзін дамыту кітаптарын, психологияны оқыңыздар, Дейл Карнеги, Джо Диспенза деген сияқты. Адамның санасы қалай жұмыс жасайды, ойлау жүйесі қалай жұмыс жасайды, миы қалай жұмыс жасайды деген сияқты. Сіздер біздің тәніміз қалай жұмыс жасайды, тәнімізді шынықтыру үшін, тәнімізді мықты болу үшін, миымызды қалай жаттықтыру үшін, армандарымызға қалай жету үшін деген сияқты осындай сұрақтарға кітаптардан жауап аласыздар сіздер. Сіздер сол кітаптарды оқу арқылы сіздер өздеріңізге толғандырған сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Анау әдеби кітаптарды да оқу керек, ол сіздердің жаңағы шығармашылықтарыңызды, ойлау жүйелеріңізді, жаңағындай шығармашылық ойлау жүйелеріңізді армандау деген сияқты соларды қалыптастырады. Ал мынау психология сіздерді саналарыңызды, миларыңызды зерттеуге және қалай жұмыс жасайтынын өздеріңізге түсінуге әсерін тигізеді. Сонан кейін соның қалай жұмыс жасайғанын білгеннен кейін адамға сіздерге әрқай өмірде жұмыс жасауға, әрқай дамытуға, армандарыңызға жетуге, мақсаттарыңызға орындауға, дағдыларды қалыптастыруға соның бәрі сіздерге әсер етеді. Маған әсер еткен кітаптар, мысалы, Қуаныш Шонбайдың «Екінші болма» деген кітабы маған қатты әсер етті. Мен оны мынау ковид кезінде үйде отырған кезде оқыған болатынмын. Сол кітап маған қатты әсер етті. Содан кейін өзін-өзін дамыту, саморазвитие туралы кітаптар маған әсер етті. Жаңағы Джо Диспенза, Джон Кейханың кітаптары, сондай кітаптар әсер етті. Содан кейін салт дәстүрге байланысты кітаптар, мысалы, қазақилық кітаптар, қазақтың салт дәстүрлері деген сияқты. Мынау Санжар Керімбайдың кітаптары керемет, сол кітаптарды оқысаңыздар, кәдімгідей саналарыңыз ашылып, көкірек көздеріңіз оянып, өмірге басқаша көзқараспен қарауға әсерін тигізеді. Сондықтан кітаптарды оқып жүріңіздер. Кітаптарды оқыған кейін оны талқылап жүріңіздер. Біздің қазір қалада да, барлық жерде де кітап талқылау ұйымдары да бар, кітап талқылайтын орталар бар. Соған әр кітапты оқып, талқылап, өз ойларын жеткізетін орталар көп. Олар сіздердің өз ойларыңызды еркін жеткізуге, ойлау жүйеңізді қалыптастыруға, есте сақтау қабілетін жақсартуға, жаңа дағды қалыптастыруға және коммуникация жасауға өте қатты жақсы әсерін тигізеді. Бір ғана кеңес беретін болсам, уақыттарыңызды бос өткізбей, өздеріңізге дамытуға уақыт жұмсаңыздар ер едім.